Бір күні ит қасқырлар апанына кез болып ажал аузына тап болады. Қасқырлар итті жеуге ұмтылғанда, ажал алдындағы ит қасқырларға жалынып: «Мені жемеңдерші, сендерге бір-ақ сәттік азықпын ғой, одан да қожайындарымның қойларын айдап шығып көмектесіп отырайын сендерге». Қасқырлар ұсынысты дұрыс көріп келіседі. Солай көмек беру жалғаса береді. Айлар, жылдар өтеді. Қожайынның қойы таусылады. Ендігі жерде ит ағайын көршілердің де қойларын шығарып береді. Ақырында тауып берер қойлары қалмайды. Қасқырлар ендігі жерде қойды шығарып бермесе, жеп қоятынын сезген ит өлерінің алдында қожайынына бар шындықты айтып кетуді жөн санайды. Бұны естіген қожайыны мылтығын алып бүкіл қасқырды қырып салады. Ит өз ісіне қатты өкінеді. Бұдан кейін ешқашан иесіне опасыздық жасамауға уәде береді.